Бәріне сәлем, менің атым Бауыржан және бұл Вокаплей арнасы. Арнаға тіркеліп, колокольчик басып, лайк басып, арнаны қолдап отырамыз. Кеттік. Достар, біз Всемайкимен бірігіп қазақстандықтарға арналған интернет магазинін аштық. vocaplay.всемайкишоп.ру. Онда сіз өзіңіздің киіміңіздің дизайнын жасай аласыз, немесе дайын киімдерді сатып ала аласыздар. Сілтемесі астында. Жетістікке жету үшін міндетті түрде оптимист болу керек деген сөздерді естіген шығарсың. Немесе жақсы сөз жарымыр деген сөз саған таныс шығар. Бірақ ол міндетті түрде олай емес. Жетістікке өмірден ешқандай жақсылық күтпейтін пессимистер де жетеді. Сенің жетістікке жетуін жасайтын әрекеттеріне байланысты. Оптимизм мен пессимизмнің бұған қатысы жоқ. Егер сен табиғатынан оптимист болмасаң, саған оптимист болуға тырысудың қажеті жоқ. Кейбір адамдар жетістікке, яғни өздерінің армандарына жету жолында әрекет етудің орнына өздерін өзгерту үшін уақытын да, энергиясын да бекерге құртады. Қазіргі заманда оптимист болу керек деген идеяны көптеген адамдар ұстанады. Әртүрлі бизнес тренерлер мен ораторлар осы туралы айтудан жалықпайды. Әрине, оларды да түсінуге болады. Себебі олар халыққа мотивация беру арқылы ақша табады. Бірақ егер сен таңғажайып ертегілерге балалық шағынан бері сенбесең, сен бұл өмір туралы ойынды өзгертуге міндетті емессің. Жетістікке жету үшін міндетті түрде оптимист болу керек деген ой қате деп санаймын. Кейбір жағдайларда пессимист болу дұрыс сияқты. Мысалы, Американ шығармашылық өмірінде басты жазушылардың бірі болған Марк Твенді достары да жақындары да пессимист екен туралы айтқан. Ол мысалға адамдардың жаны болатынына сенбеген. Осы цитатадан түсінуге болады. Адамның жаны ешқашан өлмейтініне дәлел, миллиондаған адамдар осыған сенген. Дәл сол миллиондар жердің төрт бұрышты екеніне де сенген. Кейде адамдар позитивті ойланатындар соншалықты өзгелердің қастандықтары мен сатқындықтарын байқамайды. Ал егер байқаса, оларды оп-оңай кешіре салады. Олар болашақта бір керемет жетістікке жететіндеріне сенетіндері соншалықты, олар бүгінде сол армандарына жету үшін әрекет етпейді. Бәрінен де сорақысы, адамдар оптимизм мен өзін-өзі алдауды шатастырады. Мысалы, халықтың жағдайының өте нашар екенін көре тұра бізде соғыс жоқ, оған да шүкір деп өздерін жұбатады. Бірақ дәл қазіргі таңда әлемдегі мемлекеттердің 97%-ында ешқандай соғыстар жоқ. Бұндай оптимизмнен не пайда? Мен саған бір жасырын шындықты айтайын. Оптимизмді де, пессимизмді де адамдар өздері ойлап тапқан. Пессимистер жетістікке жетпейді деген пікірдің қате екенін Мэрилин Монроның өзіне өзі қол жұмсауынан байқауға болады. Егер ол оптимист болса, өзін өзі өлтіруге бармайтын еді, бірақ ол пессимист болса да жетістікке жеткен. Негізінде жетістікке жеткен скептиктердің саны жетерлік. Мен жай ғана мысал келтірдім. Егер сен оптимист болып, елдің бәріне сене берсең, оптимизмнің пайдасынан гөрі зияны көбірек болады. Кейде скептицизм мен пессимизмнің пайдасы орасан зор болады. Достар, мен бұл видеода сендерді пессимист немесе скептик болуға шақырып отырған жоқ. Жай ғана егер сен табиғатынан әртүрлі ертегілерге сенбесең, оптимист болуға тырысып уақытты құртудың қажеті жоқ. Адам қандай болса да жетістікке жетуге барлық мүмкіндіктері бар. Лайк басып, каналға тіркел. Келесі видеода кездескенше. In this world now I am undying. I unfurl my flag, my nation helpless. Black heart. Why would you offer more? Why would you make it easier?